күнге созылады. Танк ішіндегі өмір 1918 жылғы МК-V танкі бірінші дүниежүзілік соғыста танктың пайда болуы батыс майданды ұзақ жылдар бойы азаптаған окоптық соғыстың ашы және қанды тығырықтан шығуға көмектескен мүлде жаңа ұрыс түрін белгіледі. Дәл осы британдықтар осы қорқынышты брондалған жауынгерлік машиналарды енгізуде, әзірлеуде және пайдалануда пионер болды. Олар алғаш рет 1916 жылы қыркүйекте Сома шайқасы кезінде таныстырылды. Бұл неміс сарбаздарын таң қалдырды және сенбеді. Бұл британдық негізгі жауынгерлік танктер ауыр құрлық деп аталатын кемелер сериясы болды. Олардың барлығының орналасуы өте ұқсас болды. Олардың екеуінен астамы 1918 жылдың қарашасында соғыс аяқталғанға дейін жасалған 5 негізгі модель болды. Олардың ішіндегі ең танымалы соғыс кезінде Марк V болды. 1918 жылдың шілдесінде таныстырылды және оны майор В.Г. Уилсон, Ұлыбритания корольдік әскери теңіз күштерінің әскери әуе күштерінің инженері әзірледі және Солтлидегі метрополитен вагон және вагон зауытында шығарылды. Ол бері Вест Мидлендске, Англияға. Марк V танкі түбегейлі жаңа дизайн емес. Ол бұрынғы Марк IV танкінің жаңартылған нұсқасы ғана болды. Осы Марк Versus танктерінің 400-і жасалды және 2 модификациядан тұрды. 6 фунттық нұсқасы ерлер нұсқасы және толық автоматты нұсқасы әйелдер нұсқасы деп аталды. Олардың әрқайсының 200-і шығарылды. Жауынгерлік бөлімде сериядағы барлық басқа танктер сияқты өте ыстық, тар және шулы болды. Ал желдету өте әлсіз болды. 8 адамнан тұратын экипаж бір-бірімен айқайлап, жест ишара жасап, жазбалар жазу арқылы сөйлесуге мәжбүр болды. Ең сорақысы МК-5-те қозғалтқыштың жаңа орналасуында елеулі дизайн ақауы болды. Бұл нашар желдетілетін пайдаланылған газдардың әсерінен резервуардағы көміртегі тотығымен улану қаупін білдіреді. Экипаж мүшелерінің танк ішінде есінен танып қалуы ерекше емес еді. Жүргізуші кабинасы бұл жаңа модельдің бір революциялық және бірегей ерекшелігі. Оны 4 алға және 1 артқа берілістері бар беріліс қорабын пайдаланып, бір ғана жүргізуші басқарған. Бұл 4 механикті қажет ететін, алдыңғы үлгілерге мүлдем ұқсамайтын. Әр танк жолын басқару үшін 2-ден. Бұл бұрын ебедейсіз қондырғы резервуарды басқаруда көптеген шатасуларға әкеліп соқтырды. Нәтижесінде көптеген қателер мен апаттар орын алды. МК-5 жүргізушісінің сыртқа қарауға болатын кішкене ғана саңлауы болды. Сондықтан егер танк ұрыс жағдайында жұмыс істемесе, танк командирі жиі шығып, көліктің алдына шығып, жүргізушіге қайда бару керектігін айтып, кез келген ықтимал қауіптерді көрсетеді. Жүргізушінің қасында алға қарай атылатын пулеметті басқаратын атқыш болды. Дәретханалар мен душ кабиналары немесе олардың жоқтығы. Резервуардың ұзындығы 26 фут немесе 8 метр болса да, оның борттық дәретхананы немесе қол жуғышты орнатуға орны болмады. Танктың онсыз да әртүрлі құрал жабдықтар мен оқ дәрілермен толып кетуі де көмектеспеді. Сондықтан миссиялар жиі бірнеше күнге созылатынына қарамастан, экипажға жууға және басқа да дене қажеттіліктеріне арналған бірнеше шүберектер мен шелектер ғана қалды. Шелектердің бірін босату үшін экипаж мүшесі апаттық люкті ашып, оның ішіндегісін төгіп тастауға мәжбүр болды. Бірақ ұрыс кезінде бұл белге дейін толтырылған шелектер бірнеше сағат бойы іште қалуы керек еді. Бұл нашар жабдықталған бөлмедегі тер мен түтіннің иісін күшейтеді. Желдетілетін және ыстық интерьер. Кешкі асқа жиі қуырылған жұмыртқа мен бекон сияқты тағамдар беріледі. Оларды фольгаға орап, үстіне ыстық, баяу пісіргіш қозғалтқыштарды қою арқылы тікелей бортта пісіруге болады. Бірақ британдық танкте осындай маңызды шынаяқ шайды қайнату мүмкіндігі британдық Centurion танкінің қайнату ыдысынан шыққаннан кейін 30 жылдан кейін ғана пайда болды. Сондықтан экипаж резервуардың сыртындағы суды қайнатып, қолдан жасалған бензин оттықтарын пайдалануға мәжбүр болды. 29 тонналық резервуардың қозғалтқышы қуатты 19 литрлік 6 цилиндрлі Рикардо бензин қозғалтқышымен жұмыс істеді. Қозғалтқыштың қуаты 150 ат күші болды. Бұл қазіргі заманғы Harley Davidson мотоциклінің қуатына тең. Бұл МК-5-ге сағатына 5 миль жылдамдыққа жетуге мүмкіндік берді. Бұл шамамен жылдам қарқынмен жүретін адаммен бірдей. Жанармай багында 93 галлон немесе 420 литр жанармай болса да, резервуардың қашықтығы небәрі 45 мильді құрады. Ал жанармай багы брондалған болса да, ол жаудың ауыр пулеметінің атысымен оңай еніп кетуі мүмкін. Резервуар бензинмен жұмыс істеп тұрғандықтан, ол соқтығысқан кезде жарылып кетуі мүмкін. Бұл резервуардың өртенуіне және оның толығымен істен шығуына әкелуі мүмкін. Көптеген экипаждардың өртеніп кеткені сонша, олардың денелерін күйдірілген қаңқадан шығару үшін
арнайы дайындалған құтқару топтарын құруға тура келді. Танктың қозғалтқышын іске қосу үшін оны ішінен үлкен іске қосу тұтқасының көмегімен іске қосу керек болды. Оны екі қолмен де қатты айналдыру керек болды. Семафорлық жүйе танктың жоғарғы жағындағы рычагтар мен дискілерден тұратын қарабайыр дабыл жүйесі арқылы танктер арасында байланыс орнатуға мүмкіндік берді. Бірақ бұл көбінесе жақсы көрінуге байланысты болды. Осылайша, жаңбыр немесе таңертеңгі тұман сияқты қолайсыз ауа райы жағдайлары мұны іс жүзінде пайдасыз етті. Ұрыс даласындағы түтінде проблема болды. Сондай-ақ, танктерде тасымалдаушы көгершіндері бар тоқылған себеттер болды. Олардың аяқтарына хабарламалар байланған және олар хабарламалармен базаға қайту үшін танктың сыртына шығарылған Mark 5-тің сыртқы сауытында 16 немесе одан да көп құрыш элементтері болды. Алдыңғы жағында қалыңдығы 0,163 дюйм болатын болат пластина, 12 немесе одан да көп құрыш элементтері бар. Бүйірлерінде қалыңдығы 0,147 дюйм болатын болат пластина, 8 немесе одан да көп құрыш элементтері бар. Артқы жағында да, төбесінде де 0,131 дюйм. Бұл оның барлық атыс қаруларына мүлдем қол сұғылмайтынын. Сонымен қатар артқы жағы мен төбесінен басқа танктың барлық жерінде ауыр пулеметтердің атуына және гранаталардың жарылуына төтеп бере алатынын білдірді. Болат пластина кәдімгі өнеркәсіптік үлгі болды. Сондықтан ол өте сынғыш болды. Сондықтан пластина еніп кетсе, ол жарылып кетуі мүмкін. Егер бұл орын алса, кішкентай, ыстық, металл сынықтары экипаждың барлық бөлімшелеріне шашырап, ауыр зардаптарға әкеледі. Экипаж көздерін қорғау үшін ортағасырлық пошта маскаларын киіп жүрді. Ал противогаздар әрқашан қолында болды. Қару, жарақ, ерлер нұсқасында спансондардың алдыңғы бөліктерінің әрқайсысында ағашқа қараған 6 фунттық зеңбірек. Сондай ақ айналасында шашыраңқы тағы бір 4,303 дюймдік пулемет танк болды. Спансондардың екі жағында бір пулемет орналастырылды. Екіншісі танктың артқы жағында артқа, ал төртіншісі жүргізуші кабинасында алға қараған. Әйелдер нұсқасы бірдей болды. Тек 6 фунттық зеңбіректер пулеметтерге ауыстырылды. 6 фунттық зеңбіректер британдық әскери теңіз күштерінің қысқа ұңғылы нұсқасы болды. Сондықтан олар траншеялардан немесе снарядтардың шұңқырларынан өтіп бара жатқанда балшыққа кептеліп қалмады. Пулеметтер Hotchkiss M1909 болды. Олар қысқа жарылыстарда секундына 10 оқ атуға қабілетті болды. Бірақ кемшілігі пулеметтің оқ дәрілерінде қолданылатын ұнтағының иісі түтінсіз болса да, пулемет ішіндегі атқыштардың көздері мен өкпелерін тітіркендірді, резервуардың іші тар және нашар желдетілді. Оқ дәрілер жинағы 6 фунттық зеңбірекке арналған 207 патрон орталықта сақталды. Ал пулеметтерге арналған мыңдаған патрондар тесіне оңай қол жеткізу үшін қару люктерінің жанындағы резервуарға таратылды. Бұл бүйірлік демеушілер. Танк мұнаралары әлі толық әзірленбеген, сондықтан демеушілер бір кезеңде қолданылған. Mark V танкінде олар әр жағынан бір-бірден орналасқан. Олардың әрқайсысында 2 зеңбірек орналасқан. Олардың біреуі спансонның алдыңғы жағында орналасқан. Бұл тек танктың алдындағы нысандарға оқ атуға мүмкіндік береді. Екіншісі демеушінің жағында болды және тек танктың бүйіріндегі нысанаға оқ жаудырды. Нұсқаға байланысты алға бағытталған зеңбірек ерлер нұсқасында 6 фунт немесе әйелдер нұсқасында пулемет болуы мүмкін. Екі нұсқада да бүйірге бағытталған зеңбірек әрқашан пулемет болды. Соғыстан кейін бұл ебедейсіз бекіту түрлерінен бас тартылды. Өйткені дизайнерлер мұнаралардың тиімдірек конструкцияларын енгізді. Бірақ ерекшелік ақштың екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі М3 Легранд уақытша танкі болды. Бақылау пункті танктың төбесіндегі брондалған кабина жан-жақты көріну үшін бірнеше бақылау саңылаулары арқылы пайдаланылды. Екі жағында да бақылау тесігі болды. Ол арқылы командир қажет болған жағдайда өзінің 6 рет атылатын табелдік револьверін атқылай алады. Бұл танктер өте сәтті болды. Дегенмен соғыстан кейін олар бірте-бірте қарудан шығарылып, орнына зеңбірек мұнаралары мен экипажы азырақ жаңа танктер және Vickers Medium Mark I сияқты сәйкес арнайы суспензия. Олар да радиоқабылдағыштармен жабдықталған. Олардың кейбіреулері 1920 жылы аяқталған Ресейдегі азаматтық соғыс кезінде, соңғы рет 1941 жылы тамызда Қызыл армия Таллинді неміс басқыншыларынан қорғау кезінде. Олардың төртеуін бекініс ретінде пайдаланған кезде қолданылған. Бұл бейнені сізге Iron Order тегін онлайн PvP стратегиялық ойыны ұсынды. Ол стратегия негізгі элемент болып табылатын бірінші дүниежүзілік соғыстың балама тарихында орын алады. Сондықтан ресурстарды басқаруды қолға алып, оқиғаны өзіңіз жазыңыз. 13 алтын және 1 айлық премиум жазылымды тегін алу үшін төмендегі сипат